Смартфондар өміріміздің өте маңызды бөлігіне айналды. Қазіргі заманда көптеген адамдар күнде 1 сағаттан астам уақытын телефондарына қарап өткізеді. Ішінде смартфондар керемет пен күрделі технологияны қамтиды. Смартфондар микроинженерлік қолданбаларды әзірлеу, сымсыз интернет, операторлық желілер және тағы басқа технологиялар біріктірінің арқасында мүмкін болды. Бұл бейнеде біз смартфонның технологияларды біріктіруінің ең ерекшелігі, яғни сенсорлық экранды зерттейтін боламыз. Сенсорлық дисплейде негізі 3 технология бар. Бұл технологиялар бір-бірінің үстіне біріктірілген. Шынында бұл технологиялар ондай жаңа емес еді. Баяғыдан бері көптеген құрылғылар тактилді интерфейсті пайдаланған және түсті дисплейлер көптеген телефондарда ұзын уақытта болған. Тіпті қатайтылған әйнек 19 ғасырда табылған. Бірақ смартфондарда алғашқы рет бұл технологиялар біркелкі біріктірілген. Бұл нағыз инновация. Қабаттың үстіне бір қабат сиқыр сияқты. Сонымен сенсорлық дисплейдің қабаттарына қарайық. Жоғарғы жағында бізде қорғаныс әйнегі бар. Біз бәріміз телефондарымызды жерге түсіргенбіз, бірақ көп жағдайда экран әйнегі сынған жоқ. Себебі смартфонның әйнегі әдетті әйнекке қарағанда 5 есе күшті. Бірінші iPhone 2007 жылы пайда болғанға дейін ұялы телефон экрандарының стандарты пластик болды және пластик сынбаса да өте оңай сызылады. Егер дисплей пластикпен жабылған болса, онда қалтаңызда кілттеріңіздің жанында жатқаннан 1 аптаға созылмас еді. Сонымен қатайтылған шыныны соншалықты берік ететін не екен? Смартфонның әйнегі балқытылған калий нитраты бар ваннаға батыру арқылы қатайтылған алюмосиликатты шыны. Бұл процесс шыныдағы натрий атомдарының сыртқа кетуіне әкеледі және олардың орнына үлкен калий атомдары кіреді. Калий атомдары натрий атомдардан үлкен болғандықтан, олар шыны атомдарына қысым жасайды және осылайша оны күшейтеді. Күшейтілген әйнектің астында саусақұшы сияқты өткізгіш материалдардың болуын және орнын сезетін проекциялық сыйымдылық сенсорлық экраны бар. Бұл сенсорлық экран ортасында оптикалық мөлдір изоляторы бар полиэстерге басылған 2 мөлдір шаршы тор үлгісінен тұрады. Шаршы торының үлгісі өткізгіш болып әрекет ететін индий қалайы оксиді деп аталатын мөлдір материалмен басылған. Оның қалай жұмыс істейтінін толығырақ қарайық. Осы көк шаршыда электрондар шоғырын құрастырамыз делік, бірақ жолда изолятор болғандықтан электрондар қозғала алмайды. Электрондар негатив электр өрісін тудырады және бұл сары шаршыда позитив зарядтардың жиынтығын тудырады. Бұл конденсатор деп аталады. Саусағыңыздың ұшы сияқты өткізгіш материалды осы конденсаторға жақындатқанда, ол электр өрісін бұзады. Бұл сары шаршыда жиналатын позитивті зарядтың мөлшерін өзгертеді. Сары шаршыдағы осы бұзылудан туындаған позитивті зарядтардың өзгеру өлшенеді және процессор оны түрткі ретінде тіркейді. Түрткі орны әрбір сары шаршы бағанды белсенді түрде өлшей отырып, көк шаршылар жолдарындағы зарядтарды немесе кернеуді сканерлеу арқылы анықталады. Көк шаршылардың әрбір жолы бір-бірімен, сондай-ақ сары шаршылардың әрбір бағанасы қосылғанын ескеріңіз. Бұл орнату көк бағандар мен сары жолдардың торын жасайды. Тағы да нақтылау үшін, бұл компоненттердің барлығы мөлдір материалдардан жасалған. Әрбір нүктені өлшеу тым көп схеманы қажет етеді, сондықтан біз әрбір бағанды өлшей аламыз. Заряд немесе кернеу әр жолға кезекпен жіберіледі, сондықтан процессор бірден бірнеше түртіні тіркей алады. Бұның бәрін төменде LCD немесе OLED технологиясын пайдаланатын дисплей орналасқан. LCD және OLED дисплей жоғары сапалы кескіндерді шығарғанымен, бұл эпизодта біз OLED технологиясына назар аударамыз, өйткені ол көптеген жаңа смартфондарда стандарт болып табылады. OLED Organic Light Emitting Diode, яғни органикалық жарық шығаратын диодты білдіреді. Бұл жоғары ажырамдылықтағы OLED дисплей смартфонға қараған сайын көретін жоғары сапалы кескіндерді жасайды. Бұл ғажайып дәрежеде күрделі тор.
Заманауи жоғары сапалы телефондар 3 миллион пикселден астам болуы мүмкін. Бұл сіздің алақаныңызда 10 миллион микроскопиялық, жеке басқарылатын, күңгірттенетін қызыл, жасыл және көк шамдар бар дегенді білдіреді. Соншама көптеген микроскопиялық шамдарды жобалау мен өндіруді былай қойғанда, басқаруға қажетті инженерлік деңгей туралы ойлаңызшы. OLED дисплейлері жеке пикселдердің үлкен торынан тұрады және әрбір пиксель қызыл, жасыл және көк субпикселден тұрады. Әрбір субпикселдің жарық қарқындылығы шағын жұқа қабық транзисторымен басқарылады. Әрбір ішкі пиксельді көптеген қабатты құрылымдар бар, бірақ әрбір қабаттың функцияны түсіндіру болашақ эпизод үшін сақталуы керек. Фотондар субпикселде негативтен позитивті терминалға қозғалатын электрондар арқылы жасалады. Олар эмиссиялық қабат деп аталатын осы ортаңғы қабат арқылы өткенде, фотондар энергияның бөлінуі арқылы шығарылады. Эмиссивті қабатты құру үшін қолданылатын қосылыстар шығарылатын жарықтың түсін анықтайды және бұл жарықтың қарқындылығы қанша электронның өтетініне байланысты. Бұл түсініктеме біраз жеңілдетілген, бірақ OLED артындағы зерттеулер, инженерия және ғылым кен. 2014 жылғы физика бойынша Нобель сыйлығы 3 зерттеушіге тиімді көк жарық диодтарын ашқаны үшін берілді. Сонымен, төменгі жағында OLED дисплейі 10 миллион бит кішкентай түсті шамдардан тұрады. Оның үстіне мөлдір жобаланған сыйымдылығы бар сенсорлық экраны бар, ол бір немесе бірнеше саусақты бір уақытта сезе алады. Және оның үстіне экранды сызаттар мен құлаудан қорғайтын нығайтылған әйнек бар. Енді сен де сенсорлық экранның маманысың. Назарларыңызға рахмет.